схемамызды құрау үшін бізге керек болады діңгегі, бірінші шам, екінші шам және үшінші шам. Келесі бізде лого, узо, бірлік кнопка және нулевой шина керек болады. Динрейкаға біз узо мен логоны орнатып аламыз. Келесі біз нөлдік шинамен шамдарымызды орнатып аламыз. Келесі кезекте біз кнопкамызды орнатып аламыз. Кнопкамыздың екі жабық түйіспесіне екі сымды жалғаймыз. Әр үш шамның нөлдерін нөлдік шинаға жалғаймыз. Кнопкамыздың бір сымын логоның И1 түйіспесіне және екінші сымын узоға жалғаймыз. Үш шамның фазалық сымдарын логоның бірінші және екінші, үшінші түйіспелеріне жалғаймыз. Логоның бірінші, екінші, үшінші түйіспесінен перемычка жасап, оны логоның L1 түйіспесіне жалғаймыз және де автоматқа перемычка жібереміз. Узоның логоның нөлдерін жалғаймыз. Узоны сетке жалғаймыз. Ең алдымен біз кірісімізді шығарып аламыз. Кірісімізді шығарып алғаннан кейін біз шығыстарымызды шығарамыз. Бізде 3 шам болғандықтан 3 шығыс шығарамыз. Келесі бетте біз өзімізге ыңғайлы таймерді таңдаймыз. Сосын біз таймерімізді шығарып аламыз. Бізде 3 шам болғандықтан 3 таймер шығарамыз. Одан кейін таймерімізге сымдарды жалғаймыз. Кейінгі әрекет ретінде біз таймерлерімізді настройка жасаймыз. Оны мысалға бірінші таймерді мен 2 секундтан кейін бірінші шамым 2 секундтан кейін жанғанын қалаймын, сондықтан 2 секундты қоям. Және міндетті түрде нәрді галочканы басу керекпіз. Келесі шамым менде 4 секундтан кейін жанғанын қалаймын, сондықтан 4 секундты қоямын. Үшінші шамым менің 6 секундтан кейін жанғанын қалаймын, сондықтан 6 секундты қоямын. Осылайша біз логомызды
настройкасын жасап біттік. Енді кезекте оны тексереміз. Міне біз фаза бергеннен кейін көреміз. Міне 2 секундтан кейін бірінші шамымыз жанды, 4 секундтан кейін екінші шамымыз жанды, 6 секундтан кейін үшінші шамымыз жанды. Осылайша біздің схемамыз істейтінін көз жеткіздік. Енді кезекте схемамызды іс жүзінде тексереміз. Міне бірінші жүйені жалғадық. Узлымызды қостық. Лого программы іске қосылды. 2 секундтан кейін бірінші лампочкамыз жанды, 4 секундтан кейін екінші шамымыз, 6 секундтан кейін үшінші шамымыз. Ал кнопкамен біз осыны өшіреміз.